Мен Төлемырза Темірбекұлы Балтабаев республикалық қоғамдық саяси рухани әлеуметтік 4-ші билік газетін аштым. Сол 2010-нан бері осы республикалық 4-ші билік газетінің директоры, редакторы болып жұмыс істеп келемін. Менің жалпы журналистикалық қызығушылық деп бұл енді былай алғанда қазіргі тілдің әңгімесі болып тұр ғой. Негізінде менің әкем де, анам да өте өнерге жақын адамдар болған. Кезінде айтыстарға қатынасқан ауылдық айтыстар болады ғой, жаңа бәдік айтыс сияқты, қыз бен жігіттердің айтыстары болады. Сондай айтыстарға қатынасып, сол айтыстардағы өздерінің айтқандарын айтып берген кезде мен солардың бәрін жаттап алатын. Мен бір есімде жаңағы апамның айтысып, жаңағы бір жігітті жеңіп кеткені. Сонда былай деп айтқан екен апам: сүйгіздесең бетімнен сүйгізейін, тигіздесең пайдамды тигізейін, басыңдағы бөркіңді шешіп берсең, үйге барып ініме кигізейін деп айттым деген. Міне осындай бір жақсы қазақтың бір сондай бір қазақилығы бір иісі аңқып тұрған осындай сөздерге жаным құмар болды. Оның үстіне менің әкем жақсы аңшы болды, аушы болды. Қақпан құрудың небір сыры мен қырын үйретті, білетін еді. Бірге құрғанбыз. Жақсы диқан болды, жақсы шаруа болды. Осы бір қызығушылықтар мені сол бала кезден жүрегімде қалып қойған. Ол мені өлең жазуға итермеледі. Ол мені өлеңді жақсы көруге итермеледі. Мен көп ақындардың өзіме дейінгі, сонау Абайдан бастап өлеңдерін жатқа білем. Себебі өлеңді сүймей, өлеңді жатқа білмей, өлең жазам деу, мен ойлаймын, ол бір анық айтылған әңгіме емес деп ойлаймын. Бақ тұғыры орнаған жер, бабалар найзашымен қорғаған жер, тағдыры бір қаулымен торға түсіп, ата жұрт қолды болып зарлаған жер. Жүрген жоқ қалың елім теккен алып, айтқанмен шешілмеді бекке барып. Жігері құм, рухы тапталған ел, көштенді Қаратауды бетке алып. Бүгінде Мырзашөлден көш келеді, көшкен сайын бір камаз бос келеді. Жер анадан айырылған жаман екен, мөлтілдеп қара көзден жас келеді, хош Мырзашөл. Жырға қызығушылық, жырға деген махаббат, өлеңге деген, содан кейін қазақтың сөзіне деген шешендік сөздер, бір керемет жаңағы тапқырлық, әдемі айтылған нелерге өте қызықтым. Сөйтіп солар есінде қалса, қалып қоятын, кейде айтып отыратынмын. Міне осы дүниелердің барлығы мені осы поэзияға, осы журналистикаға деп айтсақ болады, осы тіл өнеріне, көсемсөздікке алып келді. Бұның негізі сөйтіп қаланған. Бұлар болмаса, ол жаңағы сен газет шығарам, болмаса оны елге ұлттық идеологияны қалыптастырам, ұлттық идеяны қалыптастырам деген ойдың бәрі құр әңгіме, бекер әңгіме. Неге дегенде жүрегіңде сол батырлар жырынан қалған патриотизм кәдімгі ойнап тұру керек, намысыңды қайрап тұру керек. Міне сол кезде елге айтатын дүниеңнің не айтатындығын білесің, елге қалай әсер ететіндігін білесің. Мырзашөл жері Өзбекстанға қарап алған жер ғой. Міне оның тарихын өздерің өте жақсы білесіңдер. Тауқыметке, қасіретке толы менің туған жерім. Ол кезінде қазақтың жері болып, қазақтың дүрілдеген, сондай бір керемет мырзаның даласы, мырзаның шөлі деген бұл елді асырайтын жер бұл. Бұл өрі жел емес бұл. Бұл суландырылуға жақын, оны игеруге қолайлы, сондай бір керемет жер. Бұны өзбектер бізден алғаннан кейін игеріп, бір керемет жаңағыдай облыс ашып, ол мақталы облыстың қазір мақтаны ең көп беретін жағдайға келіп жатқанның барлығы біздің қасиетті мырзаның жерінің арқасында болып жатыр. Мен
оралман емес оралман. Енді міндетті түрде сұрақ қойылады. Оралман емессіз, бірақ оралмансыз. Бұл қалай деген сияқты. Мен 1955 жылы 24 мартта Қазақстанда туылғам. Мақтаарал ауданында туылғам. Ал енді оқуды Қазақстанда оқыдым. Теміртауда қазір металлургический институт деп аталады. Бұрын Қарағанды металлургия комбинатының жанындағы жоғары техникалық оқу орны. Осыны бітірген кезде мені освоение голодный степ деп жаңағы мынау шөл, мұры шөлін игеру деп ол кезде Өзбекстанға қарап қойған ғой. Соны мені сол жаққа жіберді. Әр үйіме жақын болғаннан кейін мен оған келісім бердім. Гагарин деген қалашық, сол қалашықта бүкіл сол жаңағы шөлді игеріп жатқан трестер бар, құрылыс трестері бар. Соның бір тресі біздің ауданда орналасқан Иржар Совхозстрой трес деген трес. Соған барып экономист болып мен жұмысқа тұрдым. Экономист мамандығы бойынша. Сөйтіп мен жұмысымды сол жерден бастап кеттім. Бұл енді сол жұмыс кешегі 2000 жылға дейін келді. Ешқашан жұмыс не алған жоқпыз. Сол ауданның ішінде айналып жүре бердік. Қайбір келелі істі бастаған кезде адамда сол бір іске тосырқай қараушылық болады. Жатырқаушы болады, тосырқай қарайды. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз сол қиындықтардың жиынтығы адамның еңсесін басып, сондай бір жаңағы оймай бұл қалай болады екен, қадамды дұрыс жасадым ба, жоқ бұрыс жасадым ба деп ойланатын кез ғой жарттық. Міне осындай кезде келдік, қиындықтың не бір түрін көрдік. Жұмыс таппай, сандалып жүрген кезде арқаңнан қағып, маңдайынан сипап, сен өсіп жүр екенсің ғой деген жыл сөзге де зәру кездеріміз болды. Керек десең, сондай бір кереғар сөздерді естім мен. Сендер Қазақстанның жағдайы нашар кезде кеттіңдер. Енді бүгін Қазақстанның жағдайы жақсы болған кезде келіп жатсыңдар. Өзі сендерде ар, намыс, ұят деген бар ма? Деп маған тіке айтқан жігіттер де болды. Содан кейін мен оларға түсіндіріп айтып жатудың қажетсіз екенін сездім. Берсең бер, бермесең ой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытамын, өзімді, әйелімді, жас баламды, деп жырлап өткен екен аман жолып, бір кезде қиын қыстау заман болып. Қайсар ақын Қасымның кешкен қалы, дәп қазір кеп тұрғандай маған толық. Ол кезде егемендік алмаған ел, Қасымға көз қиығын салмаған ел, бүгінде егемендел шалғайдағы көшіріп ағайынды қолдаған ел, жатқанда қолдау тауып бұл бастама. Қасым жоқ, өтті өмірден жыр жастана. Өр ақынның аруағы ырза болсын, беріңіз мына маған бір баспана дедім. Бұл енді балық ау деген, бұл да бір демалыстың біріне жатады ғой. Адам жақсы демалады бұдан. Біріншіден мынау судың жағасы, екіншіден мынау қалтқа қарап, адам бір сапалы жүйкені демалтуға болады. Бая бала кезде ой көп ұстайтын ек. Қазір бұған қолда тие бермейді. Бисмилла деп бастап саламыз. Ал балық, аузыңа сал балық деп. Бұның кереметі де осында. Егер ілініп жатса, оның қызығы да осында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал мені. Хоппа! Міне енді бұл жігітке қырық өнер аз дейді. Бұл сол қырық өнердің біріне кіреді ғой жарттық. Бұл енді менде үйде мен жалғыз балыққа да емес, ауға да қызығам. Үйде екі мылтығым бар, бәрі заңды. Бұның бәріне адам қызығу керек.
қызықпаса еш нәрсе болмайды. Менің Қазақстанға көшіп келуім арман болған бір кезде. Шіркін-ай, Қазақстанға өз еліме көшсем деген сияқты. Оңай шаруа емес қой. Бірақ сол армандарым бір күні Алла тілегімді қабыл етіп көшіп келіп арманым орындалды. Одан кейін сол бала шағам өсіп, өніп, бір сондай бір жақсы күндерді, жақсы жағдайларменен елге араласып, біз де бір Қазақстанның азаматы болып, шетелдерге шығып, бір сондай бір тәуір жүрістер болып, қажылыққа барып, бір имандылықтың бір жаңағыдай деңгейіне көтерілсек дегенде бір армандар болды. Ол армандарым да орындалды. Мысалы, ол армандар менің қазақ елінің ұлт болып қалыптасып, мына бір жаһандану деген бір қиын заманда кері кетіп, жойылып кетуден Құдай сақтаса екен деймін. Бұл бір. Екіншіден, қазақ елі сол жер бетіндегі ұлттар сияқты іргесін кеңге салып, танылып, сөйтіп бір жаңағыдай өзіміздің ғалымдарымыз бір келелі дүниелер жаратып, біздің қазақтың бренді, қазақтың ісі, қазақтың әрекеті, қазақтың ғалымы деген нәрселерге қол жетіп, Нобель сыйлықтарын алып, сөйтіп өзге елдерменен іргемізді теңестіріп жүрсек дейсін. Бұл да арман мысалы. Бұл енді елдік, ұлттық арман.